Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алла тағалаға сансыз шүкірлер, зікірлер, мақтаулар, мадақтар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, оның отбасына, сахабаларға, үмметіне Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мұсылманның бұл дүниедегі ең басты байлығы ол әрине шолақ дүниедегі оның уақыты. Себебі әрбір тіршілік, әрбір тыныс оның барлығы өлшеулі, және де біздің күніміз де өлшеулі. Сондықтан да адам баласына берілген мына дүниедегі уақытын өз игілігіне дұрыс пайдалана алса, онда ол ұлы бір ізгілікке қол жеткізгені. Ал егер мұсылманға берілген сол уақытты дұрыс пайдалана алмаса, әрине орынсыз күнә іспен сауапқа емес, арлы берлі шашатын болса, босқа өткізетін болса, онда ол ұлы бір игіліктен айырылғаны. Сондықтан да Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Бисмиллахир-рахманир-рахим Афахасибутум аннама халақнакум абаса ва аннакум илейна ла турджаун дейді. Біз сендерді босқа жараттық па, тіптен бізге қайтарылмаймыз деп ойлайсыңдар ма дейді. Бұл аяты кәрімде Алла тағала адам баласының бұл дүниеге босқа келіп, босқа жаратылмағандығы, сонымен қоса жаратушысының алдында міндетті түрде әлбетте сұралатындығы баян етілуде. Міне сондықтан да қазіргі таңда адамдардың Аллаға деген құлшылық пен бойсынушылықтың азайып, нәпсі қалауының бой көтеруі, тіптен өзіне берілген уақытты ысырап ету, қала берді күнә атаулымен өткізуінің өзі қазіргі таңда қоғамның рухани құлдырауына алып келуде. Неге? Өйткені Абай атамыз айтқандай, қарны тоқтың, жұмысы жоқтың азғырар адам баласы дейді. Сондықтан да мұсылман өзін мүмінмін деп түсініп сезінетін болса, ол әрине оның өміріндегі әрбір уақыты өзінің ақыреті үшін игілікке жұмсайды. Ал егер де ол мүмін мұсылман бұл өмірге келе тұрып, өмірдің сынақ екен, жалған екен түсінбейтін болса, ол әрине уақытын ысырап етпек. Ал әрбір уақыттың босқа кеткенін біз қандай дүниеміз болса да, қаншалықты атағымыз бен абыройымыз асқақтаса да, ол өткен уақытты біз еш уақытта кері қайтара алмаймыз. Міне сондықтан да Алла тағала қасиетті Құран кәрімде сондай бір заттармен қасам шет, мәселен уәл аср, заманға серт деп, уәш шәмси, уәл фәжір. Алла тағала дейді қасиетті Құранда қандай да бір нәрсемен ант шетін болса, олай болса ол нәрсенің адам өмірінде сондай бір маңызды екендігін біздерге көрсетеді, аңғартады. Олай болса адам өміріндегі маңызды болған нәрсенің бірі оның ол уақыты. Олай болса уақытты босқа өткізу деген сөз, ол мезгілі өлшеулі, құны өлшеусіз өз өмірін рәсуа қылу деген сөз. Сондықтан да мүмін мұсылман ол өзінің өміріндегі әрбір уақытын тиімді пайдалану, ол ақыретінің жақсылығы болмақ. Себебі Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Фатыр сүресінде тозаққа түскен пенденің өкінішін айтады. Ал ол пенденің өкініші бұл өмірде берілген әрбір ризық несібені өз орнына ізгі амалға дұрыс пайдаланбағандығы жайлы былай деп баяндалады. Сол тозаққа түскен пенде айтады екен: ей Раббым, мені кері қайтаршы. Мен ізгі амал жасап, садақа берген құлдардан болар едім дейді. Ал Алла тағала болса, кеш дейді. Саған ізгі амал жасайтындай өмір бермедік па? Тіптен сендерге ескертуші келмеді ма деп Алла тағала осылай біздерге ескерту жасады. Олай болса, бұл аяты кәрімде біз сендерге үлгі алатындай, яки болмаса еске алатындай, құлшылық жасайтындай өмір бермедік па деген сөзді Абдулла ибн Аббас және де басқа да ғалымдар бір ауыздан не дейді? Адам баласына Алланы тану үшін мына өмірде 60 жылдық өмір бергендігін айтады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисін айтады: адам баласына Алланың алдындағы берілген үзірі 60 жыл ғана дейді. Егерде пенде 60 жылдың ішінде Құдайды танып, Құдайға құлшылық қылып, ақыретінің азығы болған ізгі амалды бұл өмірде жасамаса, оған ешқандай қияметте үзір жүрмейді. Алла тағала оған назар салмайды дейді. Міне сондықтан да адам баласына берілген өмір, ол әрине өміріміз ертеңгі ақыреттің ізгі амалымен жәннат болады, яки болмаса өміріміздегі әрбір босқа өткен уақытымыз бен ысырап болған уақытымыз, ол үшін біз сұраламыз, және оның ақыры сіз бен бізге қайғылы, ол тозақ болмақ. Міне сондықтан да кешегі
Абай атамыздың бір сөзінде сағаттың өзі ұры шықылдаған, өмірді білдірмеген күндер ұрлаған, тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді кетті, қайта оралмас, бұрылмас бұлдыр заман. Сағаттың шықылдағы емес ермек, үнемі өмір өтпек, ол білдірмек, бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті кетті, тағдыр жоқ, қайта келмек дейді. Олай болса, бүгінгі таңда әрбір уақытымыздың өткенін біз еш қайтара алмаймыз. Ал Алла тағаланың Құранда уақытпен серт етуі, аңшуы, оның бар болғаны бізге берілген уақыт қайтып оралмайтындығы. Хасан Басри бір сөзінде айтады, сендердің әрбір күндерің сендер үшін қонақ дейді. Оны қалай күтіп алсаңдар, ол ертең солай сені мақтайды дейді. Яки болмаса сені даттайды дейді. Сол айтпақшы, біздің таңертең көзімізді ашқанда адам баласына бір өмір сыйлағаны дейді. Сондықтан таңертең көзімізді ашқаннан бастап біздің бір күндік берілген өмірімізді біз ізгілікпен, жақсылап, құлшылықпен, өз орнымен пайдалансақ. Әрине, бұның ішіне тек қана азынан кешкенен Құран оқу, намаз оқу, ораза ұстау емес, сіздің тіршілігіңіз кіреді, сіздің жұмысыңыз кіреді. Сол сияқты сол өмірдегі бұйырылған нәрсенің барлығы, тіршілік те, бала-шағаны бағу да, ақша табу да, бұның барлығы өмірдің мәні сәні дейді Алла тағала. Алайда біздің ең бастапқы өмірге келгендегі жаратылғандағы мақсатымызды Алла тағала қасиетті Құранда мен адамдар мен жындарды тек қана өзіме құлшылық қылулар үшін жараттым дейді. Міне бүгінгі таңда біз бауырларымызға тіршілігіңізді жасап жатсыз, бала-шағаңызды бағып жатсыз, дұрыс. Бұл да болса бұл құлшылық, Алланың бұйрығы. Үйленген екен бала-шағаны бағу керек, оған ақша табу керек, асырау керек, үй салу керек, оның барлығы уақыт. Алайда біздің ең бірінші Алланың алдына сұралатынымыз қияметте ол намаз дейді. Ал енді неге намаз оқымадыңыз? Жасыңыз 60-тан асты, жасыңыз кеп қалды деп кейбір кісілерге осылай уақытын дұрыс пайдаланса, сол уақыттың ішінде сәждеге қояр басы болса екен деп біз мейлінше уақытын дұрыс өткізсе деген ниетпен кей тұстары ағаларымызға, яки бауырларымызға, үлкенді кісілерге осылай ақиқатынан жарылып айтсақ, ол кісілер айтады, бізде уақыт жоқ дейді. Яки болмаса намазды пенсияға шыққаннан кейін мына бір кредитті алып едім, осын жауып бітейін, пәлен жерге жер алдым, соған там салып бітейін деп не істейді? Сол құлшылықты, былайша айтқанда, дәл бүгінгі істеліп қалатын нәрсені ертеңге қалдырады. Ал Алла тағала қасиетті Құран кәрімде кәллә бәл тухиббунал аджила дейді. Ей адамдар, сендер мына дүниені сондай жақсы көресіңдер дейді. Ва тазарунал ахира, ал ақиретті артқа тастайсыңдар дейді. Міне бұл аяты кәрімде Алла тағала біздің кемшілігімізді айтып жатыр. Біз шынында мына дүниені жақсы көрдік, үйді жақсы көрдік, машинаны жақсы көрдік, ұялы телефон жақсы көрдік, соны аламыз дедік те бар уақытымызға ақша табу үшін соған арнадық. Ал енді құлшылыққа келген уақытта ертең дедік. Сондықтан Алла тағала сендер мына дүниені жақсы көріп, ал ақыретті ертеңге қалдырасыңдар дейді. Ал пенсияға шығайын, келесі жыл оқимын, одан кейін оқимын деп ертеңге қалдырған пендені Құранда Алла тағала осындай баян еткен. Сондықтан ғалымдар айтады, қияметте, ертең ақыретте пенденің өкінетін бір-ақ сөзі бар дейді. Ол не десеңіз, кешегі бабаларымыз айтқандай, еріншектің ертеңі таусылмайды дейді. Міне дәл бүгін Құран оқудың артықшылығын, бір садақа берудің артықшылығын, 2 ракат намаз оқудың артықшылығын оқып сезінсек, міне бүгін тахажжудқа тұрамыз, бүгін осындай ізгі амал жасайық десек, кей кезде айтамыз, Құдай қаласа ертеңнен бастаймыз. Ертең. Сол ертеңімізбен күніміздің барлығы өтіп кетті. Қаншама кісілер бар, намаз оқы десең ертең дейді. Міне сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде адам қиямет күні 2 аяғы қозғалмайды, мына бір 4 нәрседен сұралмайынша дейді. Соның біріншісін айтады. Бұл өмірін қалай өткізгендігі, жастық шағын қалай өткізгендігі, мал мүлкін қайдан және неге жұмсағандығы, алған білімі оны пайдаланғандығы дейді. Сондықтан да ақыретте әсіресе біздерден осы хадистің ішіне келгені өмірімізді қалай екінші бізге қажетіне жастық шақ. Мынау жас кезімізде сіз бен бізге өте мүмкіндік көп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екінші бір хадисінде осы бір жастық шақты мешітке байланған адам деп жастық шағын дұрыс пайдаланғанды пенденің ақыретте ізгілікке жетері мол мүмкіндік дейді. Ол деген сөз, біз жаспыз, уақыт бар, ораза ұстауға, түнде тахажжудқа тұруға дегендей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның екінші бір хадисінде айтады, адам 5 нәрсенің қадірін білсін, 5 нәрсеге жолықпай тұрды дейді. Соның ішінде ең біріншісін айтады, жастық шағының қадірін білсін дейді. Кәрілік келмей тұрды дейді. Қараңыз. Жас кезімізде көп мүмкіндік бар, бірақ сол мүмкіндікті бүгінгі таңда біздер
босқа өткізіп жатырмыз. Жас кезімізде не істейміз? Қол босай қалса, қазіргі таңда жастар қолын босайды, жүр қыдырайық деп, уақытын бос емес, күнә іспен өткізетінін қайтесіз. Ал сол күнә іспен өткізуінің арқасында қоғам рухани азғындыққа ұшырады. Сондықтан біріншісі не дейді? Жастық шағының қадірін біл, кәрілікке жетпей тұрып. Екіншісін айтады, бос уақытының қадірін біл, жұмыс табылмай тұрып. Үшіншісін айтады, денсаулығының қадірін біл, ауырмай тұрып. Мал мүлкіңнің қадірін біл, кедейлікке ұшырамай тұрып. Және соңғысы, ол әрине өміріңнің қадірін біл, өлім келмей тұрып. Міне сондықтан да кешегі бабаларымыз айтқандай, уақыттың босқа өткені, өмірінің босқа кеткені деген екен. Сондықтан да Алла тағала баршаларымыздың сынаққа берілген осы бір жалған болған дүниемізде жалғанды жалпағынан баспай, ақыреттің азығы болған ізгі амалда бүгінгі осы сынаққа берілген өмірімізде жасап, ізгілігімізбен ақыреттің разылығына, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шапағатына бөленген құлдардан болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.